Монтайтас ауылдық округі бойынша қалалық мәслихат депутаты Махамбет Шалқарұлы өзіне тиесілі ауылдық округке барды. Халық қалаулысы мұнда әр тұрғынның жеке мәселесі бойынша қабылдау өткізіп, Шағыр мен Қабылсай елді мекендеріне арнайы ат басын бұрды. Монтайтас ауылдық округі бойынша қалалық мәслихат депутаты Махамбет Шалқарұлы аталған ауылдық округке жұмыс сапарымен барды. Халық қалаулысы мұнда әр тұрғынның жеке мәселесі бойынша қабылдау өткізіп, Шағыр мен Қабылсай елді мекеніне де арнайы ат басын бұрды. Әуелі халық қалаулысы Монтайтас ауылдық клубында болып, ауыл әкімі Ербол Ахметовпен бірге ауыл тұрғындарының күрмеуі қиын мәселелерінің шешу жолдарын қарастырды. Қабылдауға келген алғашқы тұрғын жол бойында орналасқан үйінің ауласын жаңбырлы күндері су басып қалатынын айтып базынасын жеткізді. Арыз жасалмағанда тас жол түскен ғой біз жаққа қарай. Жаңадан жол салынды ғой. Атамекенге түспесін. Соны тураны біз қырдың беткейінде бер жағында орналасқанбызда, тура есіктің алдынан қырдан аққан судың бәрі біздің есіктің алдына келеді. Кеше жаңбырда есіктің алдында су шайып кетті. Асхананың ішіне де кіріп кетті. Ағабек көшесі ғой. Ағабек көшесі. Жаңадан былай Он тура битіп түскен. Сөйтіп экскаватор келді. Біз экскаватор келген кезде мен мамандарды жібердім. Барып тұрғындарға айтыңыздар. Ана жерде ауызбіршілікпен ана экскаваторға істетіп алсын дедім. Ол бірақ жолдың міндетіне кірмейді. Оларға біз өтініш қылдық. Сонымен барған, бұл жерде көршілер бір-бірімен шеше алмаған ғой. Енді бұл жерде былай қарап тұрсаңыздар, өздеріңіз тұрғындар көршілер болып ауызбіршілікпен шешетін нәрсе да. Біз техниканы да тауып бердік. Істейтін адамды да тауып бердік. Бірақ өздеріңіз не алмайсыздар да, ауызбіршілікке бірге бір шешімге келмедіңіздер. Ана жақтан айқайлап бір-екі тұрғын шықты. Бұяқпен жүретін болса болмайды, негіз бұрын өзі жолы сол жақта екен. Бұрыс Нүркен айтады ғой, бұрын тура ағайдың үй жағының артымен түскен екен да, соны бекітіп тастаған екен, үйіме су кіреді деп. Сөйтіп қазір жарайды дедік та, біз сол келіп қазіргі таңда тұрған ағысымен ағып келе берсін, бірақ жолдың жағасын біз жырып, су жасап берейік дедік. Аманбайдың орнынан есік алдынан өтетін ғой. Оны жасады техника. Бұл тұрғыда мәслихат депутаты тиісті көмектер көрсетілетінін жеткізді. Әрмен қарай Махамбет Шалқарұлы Монтайтас ауылдық округіне кіреберіс тұста орналасқан құдық қазылып жатқан аймаққа барды. Бұл аймақта тұщы су қоры болмағандықтан депутат өз қаржысына арнайы мамандар жалдап құдық қаздыру жұмыстарын бастап кеткен. Сәтін салса көп замай тұщы су қоры халық игілігіне пайдалануға беріледі. Аралау жұмыстары барысында халық қалаулысы Бейсенонтаев атындағы білім ұясына да барды. Мұнда ол мектептің күрделі жөндеуден өтуіне байланысты бей залын өзінің демеушілігімен қайта жаңғырту бойынша мектеп басшылығымен ақылдасты. Әрмен қарай депутат халықпен кездесуі барысында мемлекеттен қайтарымсыз грант алып, кәсібін бастап жатқан Нұрбол Жолбарысовпен де кездесті. Бүгінде темірден түйін түйген Нұрбол қала халқын өз қолынан шыққан темір пештермен қамтып отыр. Бүгін мемлекеттік грантты алып ұлғайып атқан жайымыз бар. Махамбет депутат, Монтайда сайланған Махамбет депутат ағамыздың арқасында осы мемлекеттік грант алдым. Енді мынау елге қызмет көрсетудің жолында мынандай пештер істеймін. Үйге паровойларға паровой істеймін ауылдағы үшін. Елге қызмет меніңкі. Депутат жұмыс сапарын Шағыр елді мекенінде жалғастырды. Мұнда елді мекен тұрғындары футбол алаңшасы қоршалып, жарық шамдар орнатылса деген өтініш білдірген болатын. Тұрғындар тілегіне сәйкес қалалық мәслихат депутаты Махамбет Шалқарұлы кәсіпкер Әбілқасым Сапарұлы мен елді мекеннің жастарын өзара мәмілеге келтіріп, кәсіпкердің мекемесінен жарық тартуға рұқсатын алды. Сондай-ақ шағырлық көп балалы аналар мәслихат депутатына өздерінің әлеуметтік көмек ала алмай жүргендерін жеткізді. Бұл тұрғыда депутат тиісті бөлім басшыларымен байланысқа түсіп, заң шеңберінде шешу жолдарын қарастырды. Аралау жұмыстарынан соң халық қалаулысы Қабылсай елді мекені тұрғындарының мұң-мұқтажына құлақ түрді. Мұнда тұрғындардың басым бөлігі кәсіп бастауға грант алу, интернет орнату, жол бойына камера орналастыру, жол кедергісін қою мен аялдамалар орнатылса деген сында өтініш тілектерін жеткізді. Өз кезегінде мәслихат депутаты әрбір тұрғынның сауалына жауапкершілікпен қарап, заң шеңберінде шешу жолдарын қарастырды. Жұмайым Абызбай, Бағдат Қайратұлы, АРТ ТВ жаңалықтары.